Оқушылар, біздің екінші сабағымыз математика сабағы. Сабақтың тақырыбы есептер шығару, ақшаны қалай төлейміз. Оқулықтың 88-89 бетіндегі тапсырмаларды орындаймыз. Сабақта бүгін біз, яғни 5 теңгелік, 2 теңгелік, 10 теңгелік, 20 теңгелік монеталармен түрліше төлем жасауды тағы да үйренеміз. Балалар, Қазақстан теңгесі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы екенімізді ұмытпайық. Есімізге түсірейік, мына монеталарды ұсақта. Бір 10 теңге, 2 5 теңгелікті. Бір 10 теңгені 2 5 теңгелікке ұсақтаңыздар. Бір 20 теңгені 2 10 теңгеге ұсақтаңыздар. Бір 5 теңгені 5 1 теңгеге ұсақтаңыздар. Бір 2 теңгені 2 1 теңгеге ұсақтаңыздар. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, осы тапсырманы дәптерге орындайық. Келесі тапсырма балалар. Балалар, есімізге түсірейікші. Есеп дегеніміз не? Есептің неше бөлігі болады? Есептің 2 бөлігі болады. Бірінші бөлігі шарты, екінші бөлігі сұрағы. Есеп балалар мынандай компоненттерден тұрады. Шарты, сұрағы, шешуі, жауабы. Есептің шартын сызба түрінде көрсеткен өте ыңғайлы. Есепті, мысалы, сөз есеп берілсе, барлығын көшіріп жазу міндетті емес балалар. Есептің шартын, яғни шартында негізгі тірек сөздерді тауып аламыз. Содан кейін міндетті түрде сұрағы болады, сосын шешуі, сосын жауабы болады. Ендеше кітапқа назар аударайық. 88 беттегі суретке назар аударайық балалар. Суретте сосын астында тапсырма беріліп тұр. Назым асханадан тоқаш пен бір стакан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге. Бір стакан сүттің бағасы 30 теңге. Назым қанша ақша жұмсады? Қараңыздар балалар, есептің бөліктері 2 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі ол шарты. Шарты Назым асханадан тоқаш пен бір стакан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге. Бір стакан сүттің бағасы 30 теңге. Екінші бөлігі балалар сұрағы. Нені сұрап тұр балалар? Назым қанша ақша, барлығы қанша ақша жұмсаған сұрап тұр. Ендеше кітаптағы сызбаға назар аударыңыздар. Бірінші бөлік ол 20 теңге, екінші бөлік 30 теңге, барлық бүтін бөлік белгісіз. Есептің сызбасы осындай болады. Енді балалар, қысқаша шартын қарайықшы. Қысқаша шартын дәптерге жазу үшін біз негізгі тірек сөзді аламыз. Не белгілі? Тоқаш белгілі. Тоқаш неше теңге? 20 теңге. Тағы не белгілі? Сүт белгілі. Сүт қанша теңге? 30 теңге. Барлығы қанша ақша жұмсады Назым? Дұрыс айтасыз. Бұл жерде сұрағы барлығы. Барлығы деп жазбай-ақ, біз жарты үшбұрышпен белгілейміз және сұраймыз. Енді міне балалар, шешуін жазамыз. Шешуін табу үшін барлығын сұрағандықтан, сызбамызда біз бүтінді табатындықтан 20-ға 30-ды қосамыз. 50 теңге болды. Жауабын жазу үшін сұраққа қараймыз. Барлығы, яғни Назым барлығы 50 теңге жұмсады. Міне балалар, есептің қысқаша шартын дәптерге осылай жазып үйренеміз. Ол үшін біздер есептің шартындағы ізделінді сандарды не белгілі, не белгісіз екенін табуымыз керек. Және міндетті түрде есептің сұрағын табуымыз керек. Дәптерге жазып алайық. Жарайсыздар балалар. Енді келесі кітаптың екінші бетіндегі шығарып көрді қарайық. Есепті оқы. Есептің шарты мен сұрағын тап. Есепті шығар, жауабын жаз. Оқимын есепті балалар. Әмиянда 10 теңге бар. Оған тағы 6 теңге салынды. Әмиянда енді қанша теңге болды? Ол үшін балалар, міне қараңыздар, бірінші бөлік 10 теңге, екінші бөлік 6 теңге. Бізде бүтін бөлік, яғни барлығын сұрап тұр. Ол үшін біз дәптерді ашамыз, тірек сөзді тауып алайықшы балалар осындағы. Дұрыс айтасыздар. Болғаны 10 теңге. Салынды, астына салынды 6 теңге. Нені сұрайды? Бүтінді сұрайды. Бүтін дегеніміз ол барлығы, жарты үшбұрышты қоямыз да белгісіз дейміз. Шешуі қандай амалмен табамыз? Дұрыс айтасыз, барлығын табу үшін қосу амалды қолданылады. 10 мен 6-ның қосындысы 16-ға тең. Жауабы жазамыз.
Өте дұрыс балалар. Міне балалар, біз есептің шартын құрастырып, шешу мен жауабын жазуды үйрендік. Ендеше балалар, 89 беттегі орындап көрді үйге аласыздар. Енді дәптермен жұмыс жасайық. Үлгі дәптермен жұмыс жасайық. Үлгі дәптердегі 83-ші жұмыс парағы және 84-ші жұмыс парағын өз бетіңмен орында. Үйге тапсырма. 89 беттегі орындап көр тапсырмасын үйге аламыз. Балалар, тапсырмалар сәтті орындалған болса, дәптеріңе жасыл жолақтың суретін салып жасыл түске боя. Егер де қиындық кездескен болса, жолақты салып сары түске боя. Ал егер де саған мұғалімнің көмегі қажет болса, қызыл түске боя. Дәптердің астына белгісін берейік. Мен сіздердің қаншалықты сабақты түсінгендеріңізді сол белгіден білемін. Ендеше балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.